осы жылқы малына деген сүйіспеншілігімді Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы оятты. Сен жылқыға мініп көрсек бола ма? Неге болады? Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасында адам мен жылқы арасындағы ерекше достық сипатталады. Сол себепті жылқы ерекше жануардың бірі. Сіздерді Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын оқуға шақырамын. Бізді қазақ рухының жүрегіне жетелейтін шығармаға бірге үңілейік. Жансүгіров қазақ әдебиетінің заңғар тұлғасы. Оның шығармалары халықтың қайғысы мен қуанышын жырлауға арналған. Құлагер жабысынан от шашылар, шын жүйрік топтан озып жан басылар. Қазақ үшін бәйге өмірдің өзі. Құлагер халықтың арманын арқалап, әділдік жолында шабады. Арқа елінде Сағынай байға арнап, Еремен тауының етегінде үлкен ас беріледі. 300-дің елінен жиналған қонақтар, бәйге аттарының сайысы, балуандар күресі және дәстүрлі жас жуардың хабарлауы кеңінен көрініс табады. Асқа ақан сері де келеді. Әйгілі сері бәйгеге сүйікті аты Құлагерді қосады. Алтайдан келген Батыраш байдың атақты жүйрігі Көктойғын да осы бәйгеге арнап қыстай бапталған. Құлагердің келгенін естіген Батырашты қызғаныштан іші өртенеді. Бәйгеге қосылған аттарды Күренбай мұқият қарап, ішінен Құлагерге сер салады. Бүгінгі бәйгеде дәл осы жылқы бірінші келеді, деп болжам жасайды. Бәйгеге 1300 ат қосылады. Оның алдында ақан баласы Банға ақыл кеңес береді. Жолда ұрма, қамшы салма, озба, деп ескертеді. Өгізекке жеткенде ғана тепкі салып, аттың басын босат, дейді. Сөйтіп 1300 аттың 4-еудің бойын озып шығады. Көл айнала барғанда алдына 2 ат шықты жеке дара. Ол ақанның Құлагері мен Батыраштың Көктойғыны еді. Құлагер омырауымен Көктойғынды қағып соғып, ақырындап келіп түсті Көкөзекке. Ал Батыраштың жіберген қарақшылары Құлагерді сол Көкөзекте күтіп тұрып, айбалтаны шауып, мерт қылады. Аттан айырылған ақанның жаны егілді. Жүрегі мұннан тағы жегілді. Бұл шығарма тек Құлагердің емес, қазақтың өміріндегі күрестің, әділетсіздеудің, еркіндіктің символы.